қайсысы? О, бір қозы қой. Ең жағдай кетіп қалған биде бар. Келіңіз, ол шайын газетін есті, шайын газетін есті. Шапалап ұрайық, мәди. Сіз алты елге тастап шықсаңыз да болады. Сіз алты елге тастасаңыз да болады, алты елге. Bir qol so'rayib, bir qol so'rib qo'yaylik. Mana, nimaga kasbning nasibi mo'l bo'lsin. Xudoyim xolasa algan jaringiz bosog'ingizga berib, o'sha to'ydan keyin ko'p zamay bir chekasi to'sibay miqdorga jerib qo'ysin. Amin. Mana. Kelesa, format tag'i kesingizda hech kimning yo'q. Негізі аралаған мықты болады, шыдамды болады. Раз, мас болмайды бұлар. До конца жүреді. Шапалап ұрайық. Бұл ағыласы ма, әғыласы ма? Ол тек аның қыздарына ғана екен бұл бәрі. Айналайын, тойда қайтсын бұларыңызға. Рахмет. Бұл жерін алар санап отыр қазір. 43 мың болды. Қазыбек қайда? Алтына заты сай уәдесіне. Bunda kelіншегі батыр ма, өзі батыр ма? Келіншегі батыр, бәсе самайыңа қарыпты ғой. Құдай саған төзім берсін, келіншегіңе шыдам берсін, Құдай қаласы. Ал, қол соғып қойып. Рахмет. Ақ бар ма күйеу? Бір қожыны күйеу тұрды ғой тағы. Қол соғып қойып. Келіңіз отыра. Шабыраға. Ассалаумағалейкум, амандасайық бірінші. Есіміңіз? Жалғас. Жалғас кімнің жолдасы екен? Көпшілігі танымай жатыр. Енді әдеп. Бұл кісінің жолдасы. Өлі әгласында ең әдеміз болған екенсіз ғой? Рас қой? Жалғас. Жалғастың жолдасы Дариғаның Құдай қосқан қосағы. Гүлдей құлпыртып, мына қызыл көйлек киген Дариғаның жолдасы екен, жаңа айтып жатыр жігіттер. Танымай жатыр, бір ауыз таныстырып жіберіңіз сол жерге деп. Құдай қаласа есімі Жалғас. Жалғастың тастағанымен жалғасы бар. Бірай 30 жыл, 40 жыл, 10 жылыққа келесі жыл келмеймін деп айқай шығармаңыз, бір қол соғып қояйық. Ал Жалғастың мырзалары. Шапалап қояйық. Қол соғайық. Қалды ма? Бір қол соғайық. Мені өмірде Қайғылас Бұғыласындағы бұл видеоға Құдай қосқан қосағы құрдасымыз Президент бар? Ойбай 5 болса мұна 5 қатынға 5 мыңнан тастайсыз ау және да бар Рахмет өмірде шаш түскенмен әшки таққаннан қорық дейді бұл болса бар Ассалаумағалейкум. Қай класс? Ә классының. Бұл кісінің жолдасы қайда екен? Қайсысы? Бір қол соғар. Ардақ мінезіншілік жаман ба? Төбесін дауыс тұтсын ғой. Енді есіміңіз? Нұрғали. Айналайын Нұрғали. Айналайын Ардақ. Екеуін қол ұстасып бақытты болыңдар. Бірақ Нұреке Ардақтың бір тал шаш түспесін. Сіз көз тұқымда бар сияқты ғой, көріп қол соғайық. Мархабат, Арекеңнің мырзалығы. Кім қалды енді? Нормальный суға жиналып қалды ғой, құдайға шүкір. Бір қол соғайық, келіңіз. Бағана 87-нің жігіттері айтып еді, біздің қыздар кім болса соған тимеген деп, рас екен. Есіміңіз? Қайрат бол. Қайрат, қай класс? Ә классындағы. Әдемі аруды алған. Қайықта, шапыла құрып қойайық. Ғазизаның жолдасы. Бір қол соғып қойайық. Бере беріңіз. Бір қол соғып қойайық. Енді кім қалды? Бар ма? Бір шапыла құрып қойайық. Келіңіз ортаға. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Аслан. Аслан. Қай класс? Асанғали. Қай класс?
Асан Али bir qo'zg'ab qo'yadi. Qay klass? A klassdan. Yo'ldasi qayerda nasibingni? Oh, bir qo'zg'ab qo'yadi. Alloh taolo baxtli umr nasib etib, dal osılay keleceğinizin quvonchini bo'lib jura berib buyursin. Bir qo'zg'ab qo'yadi nasibingga. Oh, bir qo'zg'ab. Bo'ldimi? Tausildimi? Sender o'ylagandan normal yetishdim jigitlar. Endi eng bastisi ko'ngil ari azil bo'lsin dedik. Xudodan әрине hech kim bayib qolmaydi, hech kim kediy bo'lmaydi. Biroq kuyovlik hurmat jasagan mына o'tirgan ademi arılarning yo'ldoshlarini bir qo'zg'ab qo'yadi. Xudoy xolasa algan jarlarimiz adalından urpaqlarimizni ko'paytib, har bir otbasındagi ata-onalarimizning roziliğini alsın. Kızlar, endi akşasının bari jинап alыңыздар da sol kuyovlar o'tgan stolga saltanatli turda barib topshirыңыздар. So'sin bir-biringizdan chimqirmay, bari o'rtadan talaspay bo'lmangizlar, rahmat. Ya birovni jinaystirma, o'rtastirma. Qo'zg'ab, men bir qarab o'tirdim. Kuyovlar qabrasi qo'yilib, rahmat. Aldığımız шығып, алыс қойып ақшасын жинаватыңыздар ғой, бір төсіп берейік. Bir qo'zg'ab, kuyovlarga hurmat. Arnaya. Kuyovga hurmat. Осы жерде qanchama jigitlar ұйымдастырып осы kechga ұйытқы болды. Мынау тұрған менің артымдағы, Абзал, бір шетте тұрайын. Мынау тұрған сыйлықтың біреудің ішін ашсаң, осы түлектердің аппақ ниеті бар. Біреудің сыйлықтың ішін ашсаң, бірінің аппақ пейілі бар. Жігіттер тезгеніздер, сұрақпан, сыртқа шығам десіңдер, тіке шын болып жатқан еш шығар. Деген ниетпен, осы жігіттер ұйымдастырып ұйытқы болған, әрбір сыйлықтың егесі әрине келіп жатқан өздеріңізсіздер. Осы шайран шымқаланың төрінен келген менің інім Абзал Әлімжан, бір qo'zg'ab qo'yып. Hayırlı geç, 20 жылдық құтты болсын! Тойларыңыз той болсын, ол жасаған мен сіздерге сыйлықтар алдырып деп шақырғаннан кейін мен өз жұмысыма кірісейін. Орта қарап қойыңыздар, қымбат сыйлықтар, қымбат подаркалар. Бұл подаркалар алатын өзінің жөні бар. Қазір көрейікші, осы 20 жылдықта келген түлектер, ұстаздар, күйеу балдар, жеңгелер, қай стол осы кешке қалай атсалыспады деген, соны байқайықшы. Орта қараңыздар, мен қолыма қараңыздар, мен қазір қолғастыр, қай столдың шапалағы мықты болады, бірінші подарканы сол столға апарып беретін боламын. Біреуін алып келе берейік әзірше. Болды, дайынсыздар ма? Бәріміз бірге 20 жылдық құтты болсын. Айғай-шу. Bir padarkı berіңіздер, bir сыйлық бере қойыңыздар ма? Ой, бір көйлек киген, көп беріп қойыңыздар. Рахмет, ал жалғастырамыз. Дәл осылай музыканың ырғағымен 2 рет шапалақ ұрамыз, екінші подарканы табыстаймыз. 87-лер 20 жылдық құтты болсын! Бере қойыңыздар, төрдегі сразу 2 сыйлық бере берейінші сол столға. Өте әдемі. Төрдегі. Сіздерді айтып жатырмын. Класстастар ма? Сізге қонақтар, ағалар ма? Інілер, ой бәрекелді. Ал, маған жылдың адам шықсын, подаркасын алып берсін. Тез шығыңыздар. Білетін адам. Мынау кімдікі? Мынау кімдікі? Білесіз ба? Білесіз ба? Кесеңші ортаға. Рахмет, саламатсыз ба? Есіміңіз? Гүлжамал. Класстасыз ба? Класстас. Мынау кімдікі? Серік Ибрагим. Bir подаркыңызды ала қойыңыз, өзіңізге ұнаған бір сыйлықты ала қойыңыз. Сол ма? Ой, бәрекелді. Көрейік та енді кімдікі екенін көрейік та.
Батырхан Шүкеновтың әкеңізден қол қоя салыңыз мына жерге. Отырып шай ішіп алыңыз. Келесі. Мынау кімдікі қоя салыңыз. Болды, астына қоя салыңыз. Мынау кімдікі? Білетін адам шықсын ортаға. Қол көтеріп отыр. Келіңізші. Рахмет. Ең бүйт бейнемеңіз. Біреудің көзін шұқып аласыз. Ортаға тұра қойыңыз. Бір сыйлық. Бірінші айтасыз ба? Мынау кімдікі? Қайрат. Бір сыйлық ала қойыңыз. Өзіңізге ұнаған таптау деймін бұл кісі. Көрейген дұрыс жауабы Тоқаевтікі қоя салыңыз мына жерге. Отыра беріңіз. Болды, рахмет. Келесі. Мынау кімдікі? Кім айтып жатыр? Кім айтты Чарлин деп? Точно ма? Айеге? Келіңіз, давай. Рахмет. Айеге, сіз білесіз ғой, мынау кімдікі? Мұрты бар немесе құрты бар тұғы бұл. Именно қайсысыныкі? Чарлин Чарлин дейді. Көрейікші, кімдікі? Сталин деген, отыра беріңіз. Біреу айтты дейік, сол адам шығу керек еді. Келесі, мынау кім? Білесіз ба? Бұл, келіңіз, ортаға. Сыйлығыңызды ұстап тұра беріңіз, мүмкін дұрыс шығар сізге. Мынау кім? Қабдол, көрейікші. Апа екен болды. Сол кісі екен. Бұл ала беріңізші, сіз ала беріңізші. Келесі. Ой, мынау кім? Білесіз ба беке? Келіңіз. Білетін адамы. Жырбанды құтты болсын беке. Мынау кім? Құрдасың ғой, Бауыржан. Аты кім? Бауыржан дейді. Кән көрейікші. Бауыржан осы ма? Кәні, бәрекелді. Ақылды басты ақымақ шаш тұрмайды деген маларыз. Құтты болсын. Бір сыйлық ала қойыңыз, беке. Сол столға. Мархабат. Келесі. Мынау кімдікі? Дұрыс па қазақтікі? Орыстікі емес қой енді. Білесіз ба? Білетін Вақыт созбай пара салайыншы мене. Ортаға жақындаңыз. Мынау кімдікі? Мейрамбек Беспаев. Көрейікші кім атанын келген мәңіз. Ала беріңізші, сіз ала беріңіз. Келесі. Ой, бар. Айтасыз ба солай? Қопты келіңіз, бері жақындаңыз. Рахмет. Мынау кімдікі? Мұрат Абділда. Көрейікші. Конечно, Мұрат Абділда. Отыра беріңіз. Так, енді бетейік, жарысамыз, мына жақта сыныптастар отыр, тек қана класстас жігіттер, қыздар, және де мына жақта жеңгелер, күйеу балдар, ұстаздар. Бірінші болып сіздер бастайсыздар, класстастар, лед экранға қараңыздар. Сіздер сияқты қыз жігіттер стол басында отыр. Сол қыз жігіттер қалай билейді, сіздер дәл солай билейсіздер. Қай стол түгел билейді, сол столға подарка береміз. Бір көріңіздер, жақтап алыңыздар. Жібер. Белые розы терпит меня Шатуно сиген ол гүлдер Әсем раушан Шамырды менің шаулаған қызыл раушан Сенің бағарым қызым болсаң Өзіңе араймын Бақытты қараймын Жаным, аға сәл билесеңіз мен сынайын деп тұрмын сізге. Неден зор билем. Сіздерге көріп алыңыздар десем, сіздер бастап кеттіңіздер. Құтты болсын!
өзіңіз аласыз ба, біреуге бересіз ба, құтты болсын 20 жыл. Сол ғана сіздер де бір көріңіздер, жақтап алыңыздар. Жақтап алдыңыздар ма? Дайынсыздар ма? Сол қанат 20 жылды құтты болсын! Екі столға подарка береміз деп шештік, мынау сіздерге, мынау осы столға болсын ше. Кластастар, құтты болсын. Так, енді, ол ғана жаңағыдай көріп алу деген жоқ. Видео басталады, сразу билеп кете бересіздер. Дайынбыз ба? Қолымыз жоғары. 20 жылды құтты болсын! Подарка өте көп бүгінгі тойда, бүгінгі кеште. Рахмет, мынаны ала беріңіз, мына столға беріп қояйық. Аяке өзіңіз біреуге табыстаңыз. Сол ғана видео басталады, сразу билеп кете бересіз. Ой, рахмет. Келіндерге бер дейсіз ба? Ол келіндерге бер деп жатыр, маған да келіндер деді. Сіздер шығарсыздар, иә? Рахмет. Құтты болсын, келіндер! Енді соңғы би екі жақ бірге билейміз. Дайындалыңыздар, ең қымбат сыйлықты. Енді. Давай. Сексендеттер! Я қалды да қазір. Так, мен апай бар ма? Так, екеуіңіз тұрыңыздар, екі апай ма? Бастаушыда берген. Так, осы екі сыйлық, осы екі ұстазымызға болсын. Келіңіздер шәкірттері, екі сыйлық берейік. Рахмет, рахмет. Стакан соғысының ардагерлері келеді, мектар. Алар ішіп жүрма деп қоңыр, қонақ күтіп жүрма. Benim hoşuma жақсы жетіп отырас екен. Ассалаумағалейкум. Ерман, туалетке ма? Түсіндік. Ал енді Қалдыкүл апайдан басқа ұстаздардың барлығы келіңіздер сол тойға. Қалдықыз апайымызда, Алифа апайымызда, Ғалия апайымызда ұстаздарды қол соғып шақырайық, келіңіздер. Келіңіздер, барлық ұстаздарды шақырамыз.
Rəhmət. Оқушының бәрі, түлектердің бәрі неге қарапайым, неге сыпайы, неге мықты десем, әйел кісілер көп болған екен. Әйел кісілер тәрбиелесе шын ниетімен тәрбиелейді деген. Бір қол соғайықшы. Ардақты аналарымыз, әдемі апайларымыз. Бірінші енді А, Б, А, Ә, Б-ның бастаушылығы үш апай шықсын шалға қарай. Екі апай, қай кісі? Осы екі апайдың тілегінен бастайық. Айдар, біздің зиянымыз тиіп атқан жоқ па сендерге? Сәл сабыр қылайық. Ана бір күйеу болау деймін, әйелдің қасына барды ғой, қанша салдым деп отырау деймін. Бер қарайық. Сәл назарды бер қарай бұрайық. Қалдып апайым, қалайсыздар, үйге шақырып берсеңізші, қатты сағынсаңыз. Сәл отырайық, тілек алайық. Сәл сабыр қылайық. Енді айтып жатырмыз, ұстаздың әрбір еңбегі ұшан теңіз. Расында, ұстаздың бойынан барлық қасиет табылатыны белгілі. Батырлық да, адалдық да, білімділік да. Сол бала кездегі балғын шақтарыңызды бірге бөліскен, тайғылындай тепіскен шәкірттерді әдемі тәлім тәрбиесін берген Алипа апайымызбен, Қалдыңыз апайма, қыз бала апайымыз. Енді жөні құрметтейді. Бірінші осы Алипа апайымыз ба осы кісіден бастайық. Назарды бер қарай бұрайық. Мына біреу алтын сырға түсіп қапты, кімдікі алтын сырға? Бір бары жоқ, өлі? Бәрі қарайды, Құдайдың құдіреті-ай, қу дүние-ай. Назарды бұрайық. Алтыннан қымбат ардақты апайлардың ақ тілегін тыңдайық. Кеш жарық, құрметті шәкірттер. Айналайын, бағанада көрістік. Бүгін таңертеңнен кешке дейін бәріміз бірге жүріп жатырмыз. Кейінгі қосылғандарға көп жақсылық тілеймін. Ал енді сендердің бала күндерінде, әсіресе бастауыш сыныпта біздің алдымызға келгенде кішкентай болып келесіңдер. Әлгі әңгіме бар ғой, тарыдай болып кіріп, таудай болып шығасыңдар дегендей, кішкентай болып, бұрындарынан ағып, жанымызға келіп, шалбарларын, түймелерін көрсетіп, тұратын кездердің барлығы біздің басымыздан өтеді. Содан А әрпінен бастап 42 әріпті үйреткенімізше шашымызда қарат, әліппемен қоштасқанда одан да бетер ағарады. Ал енді әрбір мерекеде сәкен қуғанда одан да бетер ағарып, сендерді 4-ші сыныпта бастаушымен қоштасуда әрең құтылсақ, келесі уақытта тағы сендер сияқты кішкентайлар тұрады ғой. Соның барлығын мен осы Мұхтар Әуезов мектебінде 29 жыл жұмыс істедім. Сонда өзімнің есебім бойынша жаңылмасам 9 сыныпты бастауыштан шығарғанмын. Ал енді сондағы еңбектердің бәрі бір күні Молдахметова Айжан апай келді, алдында 37 бала, қыз бала екеуміз бөліскенде, ол енді мен шындықты айтып қоям, кейде қыз бала ренжімейді деп ойлаймын. Айта берейін ме? Сәкен ылғи, тұрмысы жақсы, семьясы көтеріңкі, мұғалімдердің балдарын, детсадқа барғандарды қыз бала апайға жинап береді. Менің ойымша қойылын. Ал одан кейін жаңағы тұрмысы төмен, бұзығы жоқ, бәрі бұзық болады ғой оның. Тұрмысы төменде, орта, содан кейін момын жандар маған келеді. А-класы, Б-класы кейде болмаса А-класы болады. Көбінесе А-класы, Б-класы екеуміз, қыз бала екеуміз неше класты параллель бітірдік қой. Содан мен жаңағы қыз баладан қалмайын деп намыстанам, бұл қыз ғой, тұрмысқа шықпаған, әлі мен сияқты семьясы да жоқ, отаны да жоқ, әке шешесінің үйінде шалғып жүрген қыз, бұл қай уақытта келіп, Сәкеннің жанында отырып, кешке дейін отырса да жұмыс істей береді. Маған ондай жоқ қой. Мен жаңағы
алып қалам балдарды. Әрбірін естерінде болса тышқан үйге қамап қоямыз деп қорқытатын мен өзім. Сонда ата-аналарға рахмет. Апай, еті сіздердікі сүйегі біздікі дейді ғой ата-аналар. Қазір ата-аналар ондай емес. Бұрынғы ата-аналар сондай тұғын. Бебішілік кезде өмір қызмет еттік біз. Міне сөйтіп жүріп, осы балалардың бағанағы жетістіктерін естіп, әр қайсының ең неғығанда кәсіп ашқандарына дейін естідік. Жемісті еңбек етіп жатыр екенсің, еңбек етіп жатыр екенсіңдер. Қыздар да, ұлдар да әуезі мектебінен ұшқан түлектер әрқашанда дарынды, өнегелі, ақылды және инабатты оқушылар болып келеді. Ол кімдің арқасында? Ол Сәуле Саниқызының арқасында. Ол кісі құнжындап алып, түнімен ұйықтамай, пальтосын кочегарский пешке күйдіріп те жүрген кездері өткен сол кісінің басынан. Міне сондай қажырлы ұстаздың алдынан біздер де шықтық, сендер де шықтыңдар. Бір күні жиналыста жаңағы жинап алып ұрса береді, сонда мен өзім айттым, мен батылдығым жеткен шығар. Түу, сәке, сізге шыдағанға шығарған ұстаздар берілген ғой өзі дедім. Сөйтсем сол жердегі ұстаздар ду күлді. Сол сияқты сәкем өте ұлы десек те болатын ұстаздың бірі еді. Марқұмның жатқан жері жәннаты, топырағы торға болсын. Мен өзім 92 жылдан бері намаз оқимын. Ол кісі қайтқалы ешқандай Құранынан тастаған емеспін. Әр уақытта жаным жәннатта болсын деп тілеп отырамын. Енді сендер де мына имандылыққа бет бұрып жатсыңдар, намаздарыңда тілеулеріңді өтінемін. Ал енді айналайын балалар, қыздар, осында келген күйеу балдар, келіндер, барлықтарың отандарында бақ орнасын, дәулетті болыңдар. Өсіріп отырған ұл қыздарыңның қызығын көріңдер. Әрқашанда үйлерінде жақсылық болсын. Мынау тапқан табыстарын жақсы тойларға шашылып жатсын. Бар жақсылықты тілеймін. Міне, көп жасағаннан емес, көпті көргеннен сұрады екен. Көргенділік танытып, балалық шаққа бір саяхат жасап, айтып жатқанның барлығын айдай келсін. Құдай қаласа осы сіздер ұшылған шәкірттердің құлпырып өмірі жайнай берсін. Бойдан қуат, жүзден шуақ кетпей апайымыз әрбір шәкірттердің жетістігіне қол соғып қуанып жүре берсін. Алланың нұры жаусын. Ол ендігі тілекті қыз бала апайымыз. Қыз бала апай бардың балдарын оқытқан, бұл кісі шалдың балдарын оқытқан екен жаңа мен түсінігімше. Ал назар бұрайық. Тамада жолдас олай емес. Өздеріңізге белгілі таңертеңгі кезеңге белсенді ата-аналар алып келеді. Әлип апай сәл қателеспеңіз, сіздер өте белсенді, жаңағы баласына жаны ашитын кісілер алып келетін деп есептеймін. Бірақ сіздің Қысқасы белсенділер саған барады ғой. мейлі ғой, таңертең белсенділер ертерек қимылдайды ғой. Мейлі, кеш жарық, құрметті қонақтар, мына 20 жылдық мектебіміздің түлектері, бүгінгі мынау салтанатты кештеріңіз құтты болсын. Рахмет сіздерге. Таңертеңнен бері мінекей ұстаздарыңызды, қара шаңырақ мектептеріңізді құрметтеп, өздеріңіздің шәкірттік борыштарыңызды атқарып жатсыздар. Рахмет. Дендеріңіз сау болсын. Мынау отбасыларыңызға бақыт, өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың рахатын көре беріңіздер деп тілек айтамын. Мынау енді таңертеңнен толқыдық, төлеміз көпке жетті. Жетіп асып кетті деп айтсақ болады. Мінекей біздің бөліп жаратыны жоқ. 3 кластың шәкірттері де өте білімді, ақылды, көрікті, инабатты шәкірттер екені көрініп отыр. Бағана Тамада жолдас мектепте де жақсы нәрселерді айтты. Бұл
шәкірттеріміз білімділігі сондай, жаңа ұбт-дан өте жоғары балл жинағанын сізге ескерте кеткім келіп отыр. Сондықтан бүгін өте қуаныштымыз. Осы қуанышымыз жалғаса берсін. Алла қаласа 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдықтарда кездесе берейік Әлип апай, Құдай қаласа. Дендерің сау болсын, барлық жақсылықты тілеймін. Осылай сіз біздесіп, сыйласып жүре берейік. Рахмет. Рахмет. Қалдыңыз апай Нұрғисаға сабақ бергенсіз ба? Бәсесіз құсап сақындап тұрады. Рахмет. Дәл осылай сіздер жүздеріңіз күлімдеп, қуанышты ортақтасып, алтын бастарыңыз қадірлі, түлеп ұшырған шәкірттеріңіз тек жетістікке жеткеніне қол соғып мақтанып жүре беріңіздер. Бастауыштағы 3 сыныптың ұлағатты ұстаздарына бір қол соғып қояйық. Ал сіздер бір шетке шығыңыздар. Енді қастары қандай қияқты кешу тобының қыздары сияқты 3 қызға қол соғайық. Бұл кісілер А.Б сыныптарының 4-ші класстан 11-ші сыныпқа дейін жетелеп жеткізген әдемі ұлағатты апайлар, ұстаздар. Енді жол сұраған мен жөн сұраған айып жоқ. Қазақ жасы да, жолы да құрмет деген. Сол кімнен бастаймыз? Ортадағы апайымыздан бастайық. Мынау керемет салтанатты кештің куәгері болып отырған осыдан 20 жыл бұрын мектеп түлектерінің бас қосу кеші. Құтты болсын жандарым. Мынау айтып жатыр ғой апайлардың бәрі. Таң атқаннан бері ұстаздардың бәрін құрметтеп, өздерің ұшқан алтын ұяларыңа барып, кабинеттеріңді көріп, одан кейін өздерінен кейінгі өсіп келе жатқан іні-сіңлілерінің керемет сендерге дайындаған көріністерін, концерттерін көріп, бір рахаттандыңдар. Енді мынау соның жалғасы болып, қазір салтанатты сарайда бір керемет кеш болып жатыр деп ойлаймыз. Енді барлығына тілейтіндерім жандарым, Алланың берген несібесін әрқайсысын теріп жеп, өсіріп отырған ұл қыздарының қызығын көріңдер. Дендерің сау болсын, отбасыларында әр уақытта қуаныш, бақыт, байлық бола берсін. Құдай қаласа енді 40 жылда мен 86-ға келеді екем. Сол кезде кездесуді Алла нәсіп етсін. Рахмет. Құсамайды апайымыз. Сіз 86-ға келмеңіз, сол кезде 86-шы жылғыдай болыңыз. Құдай қаласа. Ұстаз адам шәкірттер жетістікке жеткен сайын жасара береді бұл кісілер. Осы шәкірттердің арқасында жап-жас болып, дәл осылай гүлдей құлпырып, жарқырап, жайнап жүре беріңіздер. Әрмен қарай қай апайымыздың кәнігі бір ауыз ақ тілек. Рахмет. Қайырлы кеш, құрметті ұстаздар, ұлағатты. Құрметті мына жерде отырған шәкірттер 20 жыл бұрын кішкентай ғана мектепке тардай болып кіріп, таудай болып шыққан мына азаматтарымыз, азаматшаларымыз 20 жылдан кейін өздерінің ұшқан ұясына қанаттары қатайып, бір-бір мамандықтың иесі болып, бір-бір керемет отбасының отағасы, отанасы болып келіп жатқан жайлары бар. Мына кереметтей кештеріңіз құтты болсын. Ең алдымен сіздерге отбасылық бақыт тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Мына атқарып жатқан жұмыстарыңызға тек қана береке берсін. Жаңа бастауыштағы апайлар кереметтей естеліктер айтып жатыр ғой. Әрине бұл жігіттердің де қыздардың да біздің орнымызда, біздің өмірімізде, біздің жүрегімізде ерекше орын алады. Себебі олардың жаңағы кешелер айтып жатырмыз ғой, бір май қалай 20 жыл өтіп кетті деп. Кеше ғана бір алдымыздан шыққан бүлдіршіндей жігіттер мен қыздар еді. Өзімізбен бірдей болып, қазір үлкен бір жаңағы өмірдің бір кемесінде келе жатқан жаңағы жердегі биік азаматтарды көріп отырмын. Қуаныштымын сіздерді есендікте, амандықта көргеніме. Келіндерге танысып жатырмыз. Күйеу балдар мынау түске қойып жатыр. Барлығы құтты болсын. Әрине, әрбір сәтті еске алған сайын сіздерді бір сағынып, қуанып еске аламыз. Жаңағы осы класс жетекшілік еткен еңбегімізде сіздермен бірге барлық жақсы кездеріміз, бір қызықты кездеріміздің барлығы өтті.
бірақ сонда да сіздерді тек қана мақтамаймыз, сіздермен мақтанамыз. Және де сіздердің бір жаңағы мұғалімге деген сәлеметсіз бе апай деген кезде сіздердің барлық сіздерге деген бір жаңа кейде болады ғой, бір реніш болады, болмаса кейде соның барлығын сол сәлеметсіз бе деген сөздеріңіз жуып шайып кетеді. Қуаныштымын, отбасыңызға бақыт тілеймін. Айтылатын сөз көп, алайда сіздерге тек қана жақсылықтар тілеймін. Жақсы күнде 30 жылдықта 40 жылдықта жолға Рахмет, шапалақ ұрып қойыңыздар. Ағыласының әдемі апайы тілегіңіз қабыл болсын. Енді біздің Б кластың Б сыныбының ұлағат ұстазы Ғали апайымызы бір ауыз тілек кәнекей. Назары Б класының балдары қаяқта, бір қол соғайықта. Ал құрметті біздің шәкірттер, 20 жылдық мерейтойлар құтты болсын. Барлықтарын қарап тұрсақ, барлықтарын бой жетіп, ер жетіп, кеше 20 оқушы болса, бүгін 40 болып, күйеу балдар, келіндер болып көбейіп, бір тойхананы толтырып отырсыңдар. Тамаша. Өте қуаныштымын. Осы әуезов мектебіне мен жаңадан келген кезде, менің сыныбым 7-ші Ә сыныбы 34 оқушыдан тұратын 7-ші Ә сыныбы болатын. Сонда учительскаяға келеді, ұстаздар жамандап келеді осы класты. Бұзық, ойбай, анау бүйтеді, сөйтеді деген сияқты. Содан Сәуле Саниевнаға кірем ғой өзім напросилась. Крем, осы класты маған беріңіз деп. Сонда бермеймін дейді Сәуле Саниевна. Сен жас мамансың, бұлар сені жеп қояды дейді ғой. Содан жоқ, маған беріңіз, мен тәрбиелеймін деп, осыларды 34 оқушыны алып, бір жылап, бір күлген уақытым талай болған. Талай жылап шыққан ол класстан. Қиындығы өте көп болды. Бірақ бір 10-ші сыныпқа келген кезде кішкене жүгім жеңілдеді. Сол кезде бір ақыл тоқтатты ма, қой бұл Ғали апайды азаптай бермейік деді ма, сонымен тоқтатты бұзықтықтарын. Қазір мен бұл сыныпты өзім единственный бір ғана сынып шығарғанмын. Осы сыныпты өте жақсы көремін. Өзім үнемі айтамын, бұлар менің алтындарым, көздері бриллиант, өздері алтын деп еркеледі. Соқсақ сондай алтынға теңейтіндей, сондай алтындай шәкірттерім бар. Бүгін міне бізді бақытқа бөлеп жатыр осы шәкірттеріміз. Өте қуанып жатырмын. Барлықтарыңызға да жалпы енді Б класс демей қояйын, барлықтарыңызға да тек жақсылық тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Өсіңіздер, өніңіздер, сіздердің нағыз замандарыңыз, шарықтайтын замандарыңыз, шарықтаңыздар. Тек қана ақ жол, даңғыл жол тілеймін сіздерге. Көп рахмет баршаңызға. Рахмет. Б классы шлеймесеге жақсы, әлде апай қарғаунаған қояндай болып тұрсыз ғой. Тпай, бір қол соғайық. Б классының түлектерін расында енді жұрт өзінің баласын қарауға қашады. Бұл кісілерде шынымен еңбек бар. Себебі 34 баланы бағып тәрбиелеудің өзі бір бала бір кемпірді өлтіріпті деген. Сіздер соның бәріне төзіп шыдаған еңбектеріңізді Алла көріп тұр, еселесін. Бір қол соғып қояйық. Енді мына класс жетекшілерден кейін бәріңіз сөйлеу шарт емес шығар. Бәлеқорлы бір екеуі шықса. Бола ма? Мына банкет біздікі болғанмен, мына тойхана бір байытыкі. Бұның да рас уақытысы бар. Келіңіз апай, келіңіз. Нұреке, келіңіз. Мұнлан сөйлесін деп ұсыныс білдіріп, Нұреке, келіңіз şu атаға. Енді әйел адам қанша жүйрік мінсе де ер азаматтың алды кеспеген дейді. Осы ер кісі бастаса, екі апайымыздан қоштаймыз. Кәнекей бір ауыз тілек. Сосын айтпақшы, хабарландыру. Мына ұйымдастырған Ерлан, Абзал, жаңағы осында қаншама жігіттер бар ғой, солар айтып жатыр. Кім-кім қысқа сөйлеп, микрофонды қайт тамадаға берсе, соған артылған ақшадан 30 мыңдай подарка береміз дейді.
Осы кездесулерін 30 жылда 40 көп ұласып, жалғаса берсін. Барлықтарыңызға амандық, отбасыларыңызға денелеріңіз саулық. Ақышанған болыңдар, мектептеріңізге жиі келіп тұрыңыздар. Тек жақсы бол. Апайларымыздан тілекті сәл тыңдайық, назар бұрайық. Мына аяулы құрметті қауым, қуанышты қауышу сәтіндеміз, қуаныштымыз, сіздермен мақтанамыз, марқаямыз. Теңдессіз тұлға сөйлесәлімнен еске алып қуанып жатырмыз. Ол кісінің тәрбиесін алған сіздермен біздер бақыттымыз. Сіздердің бүгін тамаша естеліктеріңізді еске алып, сонау жылды жас кездеріңізді еске алып қуанып жатырмыз, сәтіндеміз. Біз де ол кезде жас едік, әдемі болған едік деп іштей қуанып жатырмыз. Олимпиадаға апарып, жылап, қуанып, өздерімен балаша жүретінбіз. Міне бүгін отанымыздың, елдің айтулы тұлға болғанын байқап, көріп, қуанып жатырмыз. Біз мақтанамыз, марқаямыз. Рахмет. Құрметті 20 жылдық кешке келген түлектер, барлықтарымды көргеніме қуаныштымын. Мен де айтып қояйын, А қаласына мен де сынып жетекші болғам. Менің ең алғаш еңбек жолымды бастағанда жасым мұғалім болып, осы балдармен ең алғаш сыныбым болғам. Біле, А класы. Ең болмаса жеңі жоқ желек қаласамадыңдар ма бұл кісіге де? Береді ғой. Сол еңбек жолында осылармен бірге өсіп, есейдім десем болады. Мәңгілік менің жүрегімдесіңдер, әлі кішкентай сол оқушы кездерімдегі жақсы көремін сендерді. Барлығына сәттілік тілеймін. Енді түлектер 30 жылдықты да мен басқарам ба? Онда қалғаныңыз сөз тындырсам бола ма? Мен ұмытпаймын. Ағай бір ағай қалып кетті, ойбай. Қойдың арасында түйені жасырамайсың деп өзім сияқты ағай екен. Қайырлы кеш, құрметті түлектер. Мына бүгін бір керемет мектебімізде жылда болатын дәстүрлі кездесуге келіп отырсыздар. Бізде енді бұл бұрыннан үрдісіп келеткен не ғой, қуанышты кездесу ғой. Бұл бір өзінің бір 20 жылға есеп беру. Қандай нәтиже жеттім, болашақта не болам, бағдар беретін бір есеп беру кеш сияқты. Бәріміз де сол кезеңнен өттік. Осыдан кейін баршаңызда енді ағайындай болып, кластасы болып араласып, семьясымен араласып, сондай үлкен қуаныштар болып жатыр. Ертең Құда қаласа мектебімізде 40 жылдық болайын деп жатыр. 60 жылдықта болып жатыр, бізде 50 жылдықта болып жатыр. Енді мынау өзі айтады ғой, жүрек мың болса да тілек бір дейді. Сол тілектің бәрі сіздерге арналып жатыр. Сіздердің мынау ынтымақтарыңызға, бірліктеріңізге, осы бір кешті ұйымшылдықтармен өткізгендеріңізге алғысым шексіз. Құда қаласа жақсы күндерде бәріміз қосыла берсін. Мынау жақсы сөзді айта берсең, ол Құда қаласа адамның жанын семіртеді, көңілін толықтырады. Осы жақсы күндеріміз көп болсын. Құда қаласа Алла жазса 40 жылдық тойымызда кездесе берейік. Аман есен жүздесе берейік. Өсіңіздер, өніңіздер, өмірлі шөбір болыңыздар. Рахмет. Енді айтқандығы тілек, тұрғандығы дұға дейді. Қалғанымыз қосылайық, осы тілекпен тоқтайық. Енді сіздерді бір бәріңізді суретке түсіріп алайықшы, ұстаздар. Ұстаздар жақындарыңыздар. Қажеге жақындайық. Ұстаздар. Бір суретке түсіріп алайықшы сіздерді. Ұстаздар қауымы, тек ұстаздар. Бірдей қарайық. Рахмет. Енді сатылап тұрған келіншектер бар деп сәл сабыр қылайық. Енді арттарыңызда ұстаздар қауымына бір подарок тұр. Сол үшін класс жетекші болған 5 апай қалыңыздар. Сіздерге мынау келіп отқан қыздар қол көтеріңіздерші, осы 3 класстың қыздардың дайындап келген подаркысын 5-еуімізге ұсынамыз. Бір қол соғайық, подаркілеріңізді алыңыздар. Подаркілеріңізді алыңыздар. Подаркілеріңіз.
Bes apay kaldınızlar, alqışlayın, Bes apay. Alqışlayın, kelingizler. Bir şapalağınızlar, 3 sınıfqa A, B sınıfından ta'lim terbiye bergan, o'qitgan uloqatli ustozlarga bir qo'l so'qib qo'ying. Osunda sizlar tarbiyalagan yer azamatlarning bugun tong azondan kechib atqanga deyin sıy hürmetin, elge etken, elge jasagan жақсылықтарын көріп атсаңыздар, енді қыздар қауымының азғандай ғана сіздерге дайындаған құрметті сыйлығын ұсынамыз. Bir шапалақ ұрайық. Біле, подарка бекер беріп, біз бақпайды, қайтейді бады бұл. Тұра тұрыңыздар. Ал, енді біреуіңіз сөйлеп бересіздер ма? Кімге ұсынайын микрофонды? Келіңіз, ол. Жаным, батырларыңыз өзім сияқты жүрек тілеу болады. Батырларыңыз сізді айқайламаңыздар. Әсереңдері таза үшеуі де батырыңыз екен ғой. Рахмет. Не дейміз мынау? Құрдастар, туған жыл құтты болсын. Мынау осы күнге жеткен де бар, жетпеген де бар. Мынау бізді әлпештеген, аялаған ұстаздарымызға қыздар қауымының атынан 60 кило алтын, 70 кило бриллианттарымыз бар. Қабылыңыздар. Қауқардай жашап жүре беріңіздер. Сосын Қалдықлапай келсінші ортаға. Қалдықлапай, сізге де подарка бар. Күшіп келеді ғой. Қолсалай, ал тапсырайық. Бірінші тапсыра беріңіздер. Рахмет. Қалдықлапайымызбен бірне апайымызға Гауһардан комплект, бриллиант комплект. Шабалақ қояйық, қыздардың атынан апайларымызға құрмет. Қыздар не қылдыңыздар, сыймай жатыр ма, беруге қимай жатыр ма? Мына қыз вилка тығам деп жатыр. Қолында вилкасы бар екен. Машалла. Қалдықлапай қалып кетті, Қалдықлапай. Қыздар болды, рұқсат, тақ болғандар бір шетке шығыңыздар. Рахмет. Өмірде нық қадамымызды басуымызға және де қарапайым отбасынан шықсақ та өзіңіз айтқандай бай баласын оқытқандай оқытқаныңызға рахмет. Енді қазақта сөз бар, жомарттың қолын жоқтық байлайды деп, бірақ сонда да аз да болса көптей көріңіз, көп болса төкпей көріңіз. Шапалақ ұрайық, мінекей Алип апайымызға арнайы қыздардың атынан. Болды. Қыздар түсіріп болын жіберіңіздер еді. Тақ болсаңыздар бір шетке шығайық, қыздар. Бер қараңыздар. Апайлардың бәрі кимешек кигізіп, сізді ішкен ба деп қылатынан түрлі қойып. Тағы да бір ауыз құттықтау. Ал құрметті ұстаздар, мектептің жүрегі, бала жанның бағбаны, ұстаздарға не айтсақ та жарасады. Бізді өмірде кірпіш болып қаламымызға үлкен септігін тигізген сіздер, барлығымызға алғысымыз шексіз. Бізде өзіміздің 11-ші сыныпты бітірген сынып жетекшіміз Ғали апайға арнайы сый сияпатымыз бар. Итальяндық бренд Bulgari
набор комплекция және де дубайский шелковый орамал. Рахмет. Мінекей. Салтының өзі 4 теңге тұрады, бұның светі бар. Рахмет. Жылап шыққан сәттер ақталып жатыр, Ғали апай. Жылай саған жақсы болып қой деп тұрған шығарсыз. Апай баян ұрысқан оқушыңыз тағып атырау деп құлағыңыз жұлқылап атыр ғой. Бір қол соқпай, көңіл қымбат. Апайлардың Мен де жаңа класс жетекші бір 6-шы класста болған едім. 38 оқушы кезінде. Соны ескеріп жатыр ғой бұл кішкентай кезінде. Сөйлемей ақ мына кісілер бар ғой деп айтып, рахмет ұмытпағандарыңа, бір жыл класс жетекші болсам да. Кейін боласыз деп айтыңдар, бірақ жолымыз түйіспеді ғой ешқандай да. Енді бұл Төлеуғыз апай біз 6-шы сынып оқыған кезде нағыз 13 жасар ол мен қыз едік. Тарихта бар ғой, кентавр деген басы адам, аяғы жануар. Сол кезде бізден талшыбықта едік қой, оңға бұрылса оңға өсіп, солға бұрылса солға өсетін. Сол кезде нағыз біз ол кезде ұлдар мен қыздар бір-бірімізбен сәлемдеспейтін едік. Сол кезде қол беріп сәлемдесуді осы апай үйреткен еді. Сол кезде әр математика сабағына кірген кезде айтатын еді, бүтін басың жарылып шықпасын деген. Сол кезде ол баламыз сол кезде бүкіл математика сабағы бойы бүтін бас қалай жарылады деп соны ойлайтын едік. Сөйтсек ана таяқ жеп шықпаңдар деген сөз екен ғой. Сол кезде кейін сол сөзді 11-ші сыныпта балалар таяқ жеген кезде түсінеміз ғой. Сол секілді біз нағыз сол жасөспірім өтпелі кезеңде бізді жақсы жаққа бұра білген осы Төлеуғыз апайдың орны ерекше. Азғантай болса да көптей көріңіз әйтпесе. Бұдан да апай, сіз бұдан да үлкен сыйлыққа лайықсыз. Маған енді отырысқа батыр. Бағана ана жерде оқушыларды құрметтеп, қандай шапалақ ұрғандарын да керемет, шыққандарын қандай секіріп билеп, бәрі ұнады. Мына тамадаларың да ұнады бүгін. Әсіресе батырларды қайта-қайта айтқан ұнады. Батырлар бізде неғып кетеміз. Енді мен осы жерде, осы класстың көбі батырлар енді осы. Анау бері, Нұргелді дегендер. Соларға екесе рахмет, қайықты деп. Бұлар мыналар оқушылар болғасын жаңағы басы бүтін шықпайды дегенде шығады ғой, сәл таяқ жейтін. Ал аналар батырлар болған үшін екі рет таяқ жейді ғой жаңағы. Сол енді қандай болыңдар? Негізі беріксен одан да қатты тұру керек еді, сонда облысқа істеп жүрген әкімдік болып. Өңкей ерландар, өңкей бақытжандар, өңкей бауыржандар, өңкей айдерімдер класы. Бақытсыз болыңдар, барлық тек жақсылық болсын. Бәрі батырлар, болмады дегені бауға сияқтылар батырларға кеулер. Солай. Оның сізде мынау Айдарда рахмет айтып жатыр. Сізге сосын Гүлзадаға тым оқымайтын, Гүлзададан талай көшіріп жаздым. Біздің кластың ең старысты, активисті болған деп рахмет көрініп тұр, бір қол соғайық. Бірақ светін қарайтып жеріпсіз бірақ Гүлзада. Құдай саған төзім білесің деп аман жоқ. Бір суретке түсіп алайық, естелік болсын. Қыздардың сосын мынау алтын, мынау беріліп атқан орамалдың барлығы қыздардың атынан, мынау гүлдің барлығы ұлдардың атынан. Bir қол соғайық. Мына гүлді дайындап әкелген ұлдар. Бірдей қараңыздар. Ал сіздердің құрметтеріңізге арнап Шырайлы Шымқаланың төрінен келген түлектердің бүгінгі құрметіне үшін барлығын ортаға би алаңына шақыратын группа Альянс Ағласының түлегі Берік бауырымның арнайы осы сыныптас құрдастарға 87-лерге дайындаған сыйлығы деп біліңіздер. Маэстро группа Альянс. Ассалаумағалейкум. 20 жылдық құттықтау болсын. Баршамызға бір алғыс айтайық.